Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып біздің бет күтімізге арналады. Яғни үй жағдайында арзан және өте пайдалы қандай ингредиент бар және де оның біздің ағзамызға да берер пайдасы туралы толық ақпарат алатын боласыздар. Егер де сізге осындай пайдалы шаш күтімі, бет күтімі, негізі адам баласының ағзасына пайдалы күтімдер жайлы ақпарат алғыңыз келсе, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген арнайы видеоны өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіздің бізбен бөлісетін пайдалы рецепт не болмаса ақпарат болмаса лайфхактарыңыз болса, міндетті түрде комментария бөліміне жазыңыз, оқып бірге жасап результатқа жетіп көрейік. Бүгінгі біздің бетіміздің сұлулығына, бет күтіміне керекті ингредиент ол қарапайым көк шай жайлы болады. Негізі көк шай барлығымыздың үйімізде кездеседі және де оның пайдасын көбісі біледі. Бірақ та оны жіктеп бөлетін болсақ, ол біздің ағзамызға, ал ағзадан ол тікелей бетке орасан зор пайдасы бар екенін көбісі онша аңғарып мән бере бермейді. Сол себепті міндетті түрде дүкенге барып, көк шайды алып, күніне бір мезгіл көк шай жасап, ішіп және де қазір мен айтып өткен лайфхактарды пайдалана жүре кетіңіз. Тек қана көк шайды қысымы төмен кісілерге мүлдем болмайды. Көк шайды ішетін алдында дәрігерден рұқсат алыңыз. Себебі қысымыңыз дұрыс болмаса, басыңыз айналып, құлап қалуыңыз мүмкін. Құрамында фтор және йод элементі бар көк шайымызды мейлінше таңертеңгісін ішкен жөн. Себебі ол біздің қысымымызды, яғни жоғары қысымды орташа деңгейде ұстап тұруына жақсы септігін тигізеді. Одан бөлек біздің ішкі ағзамыздағы күні кешке дейін жеген тамақтардың токсиндары түнімен бөлінеді. Сол токсиндарды жуып шаюына жақсы көмек болады. Одан бөлек зәр шығару жұмысын жақсы атқаруға өзіндік септігін тигізеді. Одан бөлек ең маңыздысы ол иммунитетті жақсартады. Қазіргі күз мезгілі келе жатқандықтан алдымыздағы күн суық кездерде көк шайды таңертеңгісін ыстық күйінде бір ішіп алатын болсаңыз, өте жақсы иммунитетіңізді ұстап кешке дейін суық тиюдің алдын алып жүреді. Ал біздің көк шайымыздың бетіміздің сұлулығына берер пайдасы орасан зор. Бүгін барлығын айтып үлгермесек те, ең пайдалысын түртіп ала кетейік. Мысалы ретінде күйзелістен арылуға жақсы септігін тигізеді. Ұйқы безін қалпына келтіруге де жақсы пайдасы бар. Ұйқы безі, яғни ұйқысы тыныш адам, күйзеліске жиі бейімделмеген адамның беті, терісі сұлу және де әжім аз түсетін болады. Ал ашушаң адам, ұйқысы қанбаған адамның бетінің терісінің түсі өңіп және де мимикалық әжім жиі түсетін болады. Сол себепті жаңағы әжімге пайдасы бар болып саналады. Ал екінші, беттегі ісікті, яғни таңертең оянған кезде көзіміздің астында, бетіміздің ісіп, жаңағы біздің онша емес боп ұнамай жүрген түрімізді тез қалпына келтіреді. Ол лайфхак қалай жұмыс жасайды дейтін болсаңыз, қарапайым көк шайды алып, демдеп болған шайымызды мұз қатырғышқа салып, мұз қылып қатырамыз. Яғни көк шайды мұз қылып қатырамыз. Таңертеңгісін ұйқыдан тұрған кезде бетіміздің айналасы ісіп, көзіміздің айналасы ісіп оянатын болсаңыз, сол мұзды алып, бетімізді сүртіп шығамыз. 10 минуттан кейін өзіміздің күнделікті пайдаланып жүрген жаңағы кремдерімізді, тоналкаларымызды жағып, әрмен қарай жұмысқа кете бересіз, себебі ісік сразу жоқ болып кетеді. Ал екінші лайфхак ол тонер ретінде пайдаланасыз. Егер де үйіңізде тонер бітіп қалса, осы көк шайды жаңағыдай демдеп, дайын болған көк шайға 1-2 тамшы лимон салып, жақсылап араластырып,
Ватный дискпен сүртіп, артынан кремдеріңізді жағып, өзіңіздің үй күтімдеріңізді жасай берсеңіз болады. Яғни тонер біт қалған кезде тонердің орнын көк шай алмастыра алады. Және де көзіңіз шаршап, компьютердің алдында, не болмаса телефонның алдында өте ұзақ жұмыс жасайтын адамдар, көздеріңіз қызарып кете беретін болса, жаңағы демделген көк шайдың осындай қалталарын алып, көзіңізге екеуін қойып, 10 минут көзіңізді жауып жататын болсаңыз, көздегі давление, яғни көз қысымын алады, көз шаршауын алады, және де көздегі ұйыған қандарды ыдырауына жақсы септігін тигізеді. Сол себепті біздің жаңағы сұлулығымызға берер пайдасы көп. Міндетті түрде көк шайды үйде пайдаланып жүріңіздер.